Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз Израиль халқының сүйікті таңғы асы шакшука дайындайтын боламыз. Ол үшін маған қажетті тәтті бұрыш, қызанақ, аскөк, көкжуа, жұмыртқа және де сарымсақ. Тәтті бұрышты майдалап, ұсақтап турайтын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Қызанақты үккіштен өткізсеңіздер де болады, бірақ мен майдалап, ұсақтап турап алдым. Егер де үккіштен өткізетін болсаңыздар, сыртқы қабығын пайдаланбасаңыздар да болады. Аскөк пен көкжуаны да ұсақтап турап алатын боламыз. Шакшука таңғы асқа да, кешкі асқа да өте дәмді болып келеді. Сарымсақты үккіштен өткізіп алдым. Мінекей, мен барлық құрамын дайындап алдым. Енді табамызға май құйып қыздыратын боламыз. Майымыз қызғаннан кейін ұсақтап турап алған пиязымызды саламыз. Аздап пиязымыз қуырылғаннан кейін үстіне тәтті бұрышымызды салып қуырамыз. Шакшука өте жеңіл, өте дәмді тамақ болып келеді. Ендігі кезекте қызанағымызды салып қуыратын боламыз. Сарымсағымызды саламыз. Аздап тұз бен қант саламыз. Қант қызанақтың қышқылдығын азайтады. Достар, мені арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазыңыздар. Өзімізге қажетті мөлшердегі жұмыртқаны салып, 15 минутқа жай отқа қоятын боламыз. Аскөк пен көкжуаны бетіне сеуіп әсемдейміз. Мінекей достар, біздің шакшукамыз дайын болып қалды. Егер де үйде дайындап көрсеңіздер, бәріне ұнайды деген ойдамын, сондықтан да дайындап көріңіздер. Мінекей достар, шакшука дайын. Нанға жағып жесеңіздер де болады. Өте дәмді, өте әдемі және керемет. Ас болсын достар.